Заид ибн Сабит айтады, қаулун сақил, ауыр сөз ғой Құран дейді. Оның ауырлығы, оның анау Алланың маңызды сөз, терең сөз деген мағынасынан бөлек дейді. Ол шынымен салмақ жағынан да ауыр еді дейді. Бірде бір төбеде отырғанбыз дейді. Пайғамбар алейхиссалату вассалам малдас құрып отырған дейді. Малдас құрып отырғанда оның мына тізе жағы менің аяғымның үстінде тұрған еді дейді. Сол кезде Алла тағала ол кісіге уахи жіберді дейді ғой. Періште ол кісіге уахи алып келген кезде пайғамбар алейхиссалату вассаламның үсті басының барлығы шоқылдап терлеп кетті дейді. Аяғы менің аяғымның үстіне мыжығанда дейді да, менің аяғымның сүйектерімен бірге езіліп кете жаздады дейді ғой. Соншалықты ауырлық сезіндім дейді ғой. Айша радиаллаху анха айтады, бір күні пайғамбар алейхиссалату вассалам түйемен сахарада келе жатқан кезде Құран түсті дейді. Уахи түсті дейді, аяттар түсе бастайды. Түйенің тізесіне дейін құмға кіріп кетті дейді ғой. Ана кісінің Құран түскендегі ауырлығынан. Қаулун сақил деген сол жігіттер. Ауыр сөз. Біз бұны не істейтін болып қалғанбыз қазір? Жеңіл желпі көріп қалғанбыз. Уағызды так, между прочим, тыңдап жүре беретін болып қалғанбыз. Анау неге қосып қоямыз? Приемникқа қосып қоямыз машинада. Сөйтіп жолда уағыз тыңдап жүреміз. Жоқ жігіттер, уағыздың салмағы ауыр жігіттер. Сіздер ойлап қалмаңыздар. Мына дүниеде уағыз тыңдап керемет болып өтіп кеттім деп. Ертең оның барлығының есебі бар жігіттер. Қазір мына жерде 1 сағат әңгіме айтатын болсақ, барлықтарыңыздың желкелеріңізге жүк болып түседі бұл әңгіме. Менің мойныма бұл жүк жеткізу болса, сіздердің мойындарыңызға бұл жүк қазір асылады жігіттер. Оның барлығының ертең фама я'мал мисқала зарратин хайра яра ва ма я'мал мисқала зарратин шарра яра. Шаңның тозаңдай жақсылық болса, жақсылығын көреді адам ертең қияметте. Шаңның тозаңдай жаманшылық болса, жамандығын да көретін күн бар. Сол күні осы әрбір естілген сөз, әрбір сөйленген сөз, әрбір көрген көз барлығы жауапқа тартылатын күн бар жігіттер. Сондықтан да бұл нәрсеге өте мұқият болыңыздар. Уағыз дегенге келген кезде жігіттер, ниеттеріңді жақсылап түзетіп болып жүріңдер. Уағызды салмақпен, құрметпен тыңдаңыздар. Алланың діні ғой бұл. Ішінде небір аяттар айтылады, небір хадистер айтылады. Бұл деген керемет қой.